Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пахлава пісіретін боламыз. Бұл рецепттің ерекшелігі пахлаваның қамыры өте үгітілгіш болып, ауызда еритін болады. Рецепт сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бізге керекті заттар: ұн, 260 грамм сары май, 1 кесе қаймақ, 5 жұмыртқа, жарты кесе бал, 1 шай қасық қопсытқыш немесе ас содасымен алмастыруға болады, және де жер жаңғақ пен грек жаңғағы. Ең алдымен ыдысқа керегінше ұн салып аламыз. Мен ұнды өлшемеймін, себебі әр ұнның тығыздығы мен ылғалдығы әртүрлі болады. Ұнның үстіне сары майды салып, ұнмен бірге үгітіп аламыз. Міне, бізде сары майымыз ұнмен бірге араласып, өте ұсақ болып үгіді. Енді қопсытқыш пен ванилинді салып араластырамыз. Содан соң 4 жұмыртқаның сарысын және 1 кесе қаймақты салып, қамыр илейміз. Егер қамыр тым жұмсақ болатын болса, тағы ұн салуға болады. Дайын болған қамырымызды пленкамен орап қоямыз. Енді 5 жұмыртқаның ағын 1 кесе қантпен бірге тығыз болғанша көпіртіп аламыз. Жұмыртқаның ағы осындай тығыздықта көпіруі керек. Енді қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Бөліктердің пішіні әртүрлі болады. Үлкен бөлігі ең астына, одан кішірегі үстіне, ал ең кішкентайы ортасына салынады. Ең алдымен қамырдың ең кішкентай бөлігін жайып аламыз. Бірден пергамент қағаздың үстіне жаюға да болады. Ал енді осы қамырды 180 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Содан соң ең үлкен пішінді қамырды 4 бұрышты етіп жайып, листке салып, шеттерін тегістеп шығамыз. Орташа пішінді, яғни ең үстіне жауылатын қамырымызды жайып шығамыз. Жаңағы көпіртілген ақ жұмыртқаға жер жаңғақты салып араластырамыз. Енді жарты бөлігін салып, тегістеп
жайып шығамыз. Біздің ортасына салатын коржымыз да пісіп қалды. Пахлаваның көп рецептерінде арасына салынатын қамырды пісірмей салады. Содан соң ол қамыр піспей қалып жатады. Сондықтан алдын ала пісіріп алған жөн. Піскен корждың үстіне салмамызды салып, ең соңғы қамырмен бетін жауып шығамыз. Астыңғы және үстіңгі қамырдың шеттерін жабыстырамыз. Содан соң жаңағы 5 жұмыртқадан қалған бір жұмыртқаның сарысын қамырдың бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Қамырдың бетін пышақпен сызамыз. Пышақты қамырдың соңына дейін батырмаңыз, жай ғана сызып шығамыз. Енді бетіне грек жаңғағын салып, 180 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Енді жарты кесе балдың үстіне ыстық су құйып, сироп дайындаймыз. Енді жаңағы сызған сызығымызды соңына дейін кесеміз. Пахлаваның бетіне сиропты жағып, духовкада тағы 5 минуттай қызарғанша ұстаймыз. Міне, бізде осындай жылтыр қызыл түсті пахлава дайын болды. Бұл шығыстың тәттісін міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, қарапайым заттардан жасалады және кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Егер сізге қиын болмаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып және каналымызға жазылыңыз. Мен қуанышты болушы едім. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.